Сәлем баршаңызға, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздермен қызылшамен дайындалатын әрі оңай, әрі өте пайдалы салат түрін жасайтын боламыз. Біздің салатымызға керекті ингредиенттер ол қайнатылған қызылша және қайнатылған картоп, сәбіз және жұмыртқа, содан соң алма керек болады. Ең алдымен біз қызылшамызды осылай күштен өткізіп аламыз да, ыдысымызға саламыз. Содан соң алмамызды майда бөліктерге бөліп, 4 бұрышты етіп турайтын боламыз. Егер де сіз менің арнама алғаш рет келіп отырсаңыз, қош келдіңіз. Менің арнамда осыған ұқсас өте оңай рецепт түрлері бар. Неше түрлі тәттілер, кешкі тағамдар, әртүрлі десерттер сияқты әртүрлі рецепттер бар. Кіріп қарасаңыздар болады. Алмамызды турап алдық. Келесі кезекте картопты да тура солай майда етіп, 4 бұрыштап турап аламыз. Келесі кезекте бізде сәбізді де тура солай майдалап 4 бұрыштап турап шығамыз. Егер де сәбіздің осылай туралғаны ұнамаса, қызылша секілді оны да күштен өткізіп жіберсеңіздер болады. Ең соңғы бізде жұмыртқаны да тура солай майдалап 4 бұрыштап турап шығамыз. Негізінде бұл салатқа грек жаңғағын және өздеріңізге ұнаған, егер де алма ұнамаса, өздеріңізге ұнаған жемісті және көкөністі қоссаңыздар да болады. Енді салатымызға дәміне қарай азғантай тұз саламыз. Содан соң 2 ас қасық немесе 3 ас қасық қаймақты саламыз да жақсылап тұрып араластырып аламыз. Міне осымен біздің салатымыз осылай дайындалады. Өте оңай, әрі уақытты да көп керек етпейді және барлығын турап араластыра салатын өте оңай салат. Міндетті түрде сіздер де дайындап, ағзаларыңызға пайдалы дүниені жасап жеп жүріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің каналымды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Сіздермен бірге болған Раушан.